Өмірдің жаратылысы қызық. Көп келетін сұрақтардың бірі, егер де өкпен бір жер ауырып қалса, ол қалай болады? Өкпені алып тастаса адам өмір сүреді ма? Деген сұрақтар болады. Өзі табиғаттың жаратылысы бойынша өкпе деген тал сияқты деп алдыңғы бағдарламаларда айтып кеткенмін. Былай қарасаңыз, тал сияқты. Түбірі бар, бөлінетін екі діңгегі бар. Сол сияқты жапырақтың да өкпеңде оттегі алмастыру қызметтері. Бірақ табиғаттың, Құдайдың өзі құдіреті өкпені бөліп қойған, оң өкпені 3 бөлікке, сол өкпені 2 бөлікке. Олардың ішінде сегменттері бар. Егер де бір сегментте қабыну болса, екінші сегментке өткізбейтін, көзге көрінбейтін пердеше бар. Сол себептен бұл подводный лодка дейді ғой, су асты кемесі сияқты. Бір отсек суға батып жатса, бірден жауып тастап, ауруды ары қарай жібермейді. Сол себептен егер де сізде ауру басталып жатса, қатты қорықпаңыздар, үрейленбеңіздер. Ағза өз жұмысын істеп жатыр. Қалған бізге қалдырыңыздар. Емдейміз.